сосын 2 ай іштім, анық алтаудан енді мына 13-ші штук алып тұрғаным. 2 ай іштім, ішкеннен кеше анализ тапсырғанда менде денемде рак та жоқ, опухоль жоқ, 100% емделдім деп келді маған. Мен даже өзім Фархат Тұрсынович деген врачқа сенбей Алматыға жібердім. Алматыда туған апам врач менің. Сосын қасында гинеколог врачтардан гинекологтарға көрсетіп беріңізші дедім апама. Сосын апам маған жіберді. Жылап да тау өзі кәдімгідей жақсы болып кеттім, 100% ешқандай сенде ауру жоқ деп кәдімгідей. Даже мен даусында оны естірт аламын сіздерге. Маған деген жылап кәдімгідей сөйтіп сообщение жазып жіберді соткамнен. Осылай міне. Неше ай іштің? 2 ай іштім. Онкология жоқ деген міне даусында. Қанша мезгілден қанша штуктар онкология жоқ деп тұр міне. Туған апам мен Алматыда врач. Өстіп міне. 2 ай іштім, анық. Күнде 4 Магний водород. Таңертең 2 кешкі 2, сосын авилайнның біреуін іштім. Бүгін таңертең бітірдім авилайнды. Бүгін таңертең бітірдім. 93 штук. қалай іштіңіз? До обеда ма? Тамақтан кейін 20 литрден кейін іштім, 50 грамм сумен. Күнде таңертең 2, кешкі 2. Сосын авилайнды таңертең ашық қарынға 4-ден іштім. 1 ай бойы. Иә.